أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көпшілік, құрметті бауырлар. Алланың қалауыменен бүгін 7-ші дәрісті, 7-ші сабақты бастайын деп отырмыз. Алладан ісімізге берекет тілейміз. Сіздердің алып жатқан Алла Тағала ілімдеріңізді Алла Тағала хайырлы етсін, ілімдеріңізді арттырсын, зейіндеріңізді ашсын. Енді біз алдыңғы тақырыпта не өткендерімізді кішкене қайталайық. Алдыңғы тақырыпта біз тәнуин тақырыбын, ән, ин, үн қарекелерін өткен едік. Және сол ән, ин, үн неден шығады? Ішінде жасырын не бар? Сукунды нун бар екендігін өткен едік. Және де жаттығулар жасадық. Бірнеше қайталап жаттығулар жасадық. Және де өзінен кейін жалғанбайтын әріптердің тақырыптарын өттік. Осы тақырыптарды, алдыңғы тақырыптарды қайталап, жаттап жүріңіздер. Барлық сабаққа жауапкершілікпен қарауларыңызды сіздерге тапсырамын. Ал бисмилла. Бауырлар, көпшілік, бүгінгі өтетін тақырыбымыз, жаңа тақырыбымыз мәд әріптері, яғни созылып оқу әріптері. Мәд деген сөздің мағынасы созу деген мағына. Яғни мәд әріптері қаншау? 3. Мәд әріптері 3. Жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар. Әлиф, я, вау. Осы әріптер мәд әріп болады. Бұл 3 әріп қай кезде мәд әріп болады? Әлиф, вау, яй әріптерінде хареке болмаған кезде мәд әріп болады. Әлиф, вау, я әріптерінде хареке болған кезде мәд әріпке жатпайды. Мысалға, әлифтің үстінде фатха тұратын болса, ол мәд әріп болмайды. Әлифте ештеңе жоқ келді ма? Вауда ештеңе жоқ келді ма? Яйда ештеңе жоқ келді ма? Ол мәд әріпке жатады. Яғни енді мәд деген қандай болады? Осы мәд әріпке қалай айналады? Мына жерде әлифтің үстіне тағы да қызылша мен таяқша бердім. Бұл да негіз әлиф. Яғни 2 әлиф бірге жазылмайды. Мына жерде негіз әлифтен кейін әлиф бар. Сол үшін әлиф жазылмайды да, үстіне созу белгісін қойып қояды. Сонда әлифтен кейін әлиф болады да, деп созылады. Келесі әріпті түсіндірейік. Мына жерде әлифте қасыра бар. Одан кейін яй келді. Яйда не жоқ? Хареке жоқ. Үстінде, астында не жоқ? Хареке жоқ. Демек бұл мәд әріпке жатады да, өзінің алдындағы әріп созылады. И деп созады. И. Вау да дәл солай. Өзінің үстінде, астында хареке жоқ па? Демек бұл автомат түрде мәд әріпке жатады да, өзінің алдындағы әріпті созады. У. Мына жерде вауда хареке болған кезде уды созбайтын едік біз. Вауда хареке болмағандығы себепті біз у деп созып атырық. Келесі әріпте бә әрпіне әлиф жалғанып тұр. Бәда хареке бар, әлифте хареке жоқ. Әлифте хареке жоқ па? Демек ол мәд әріпке жатады да, өзінің алдындағы әріп созылады. Бә деп созылады. Мынау би, бу. Бұлардың созылуына себеп болып жатқан нәрсе не? Вау, әлиф, вау, яй әлифтерде хареке болмағандығы себепті. Енді арғарай оқып кете береміз. Тә, ти, ту. Қанша мөлшерде созылады дегенге жауап қараңыздар. 1, 2 деп санағанға созылады. 2 әлиф көлемінде созылу керек. Тә, ти, ту. 2-ге дейін санауға дейін созылу керек. Келесі. Фә, фи, су. Барлығы бірдей созылу керек. Мынау ұзақ, мынау қысқа, мынау общем ұзап немесе қысқарып кеткен кішкентай болып қалмау керек. Үшеуі созылу белгілері бірдей болу керек. Құранда да ертең кездескен кезде осы созылудан көп қате кетеді. Созылу келді ме бірдей көлемде созылу керек. 2 әлиф мөлшерінде созылады. Ары қарай. Жа, жи, жу, ха, хи, ху. Ары қарай. Ха. Жуанды жуан қылып созамыз. Ха, хи, ху, дә, ди, ду. Сақау әріпті сақау қылып айтамыз, әрі созамыз. Зә, зи, зу. Сақауды сақау қылып айтамыз. Ра. Фатха болған кезде а болады. Ра. Касыра болғанда жіңішке. Ри, ру. Зә, зи, зу. Созылып атыр. Созылуға не себеп?
Әлиф, вау, я әріптерінде хареке болмағандығы себепті алдыңғы әріп созылады. Сә, си, су, ша, ши, шу, са, сы. Жуанды жуан қыламыз. Су, да, ды, ду, та, ты, ту, за, зы, зу. Кешірім сұрайым. Не жерде нүкте қоймаппыз. Зу, зу. Ал, бисмилла, бауырлар, жалғастырамыз, кеттік. Сол мәт тақырыбының жалғасы, я? Айынды білдірту керек. Ри, ау. Нау қырналады, және жуан әріп. Ға, ғи, ғу. Фә, фи, фу. Қа, қи, қу. Жуан. Кә, ки, ку. Лә, ли, лу. Алдағы уақытта айтқам мен. Ләм әлифке негізі екі хареке қойылады. Егер әлифке хареке қойылмаса, ләға хареке қойылады да, сол кезде созылып кетеді деп айтқам мен. Міне сол тақырып енді келді. Лә деп созылуына себеп болып атқан нәрсе әлифте хареке болмағандығы себепті. Көрдіңіз бе? Ереже сол. Мә, ми, му. Ха, хи, ху. Я, и, ю. Ал, бисмилла, бауырлар, мұнақта екі әріпті мына бетке жаздым мен. Нә, ни, ну. Вә, уи, ву. Біз мына бетті оқып қойдық. Мына бетті қайталап жатырға. Не жерде бір минут, мына жерде қараңыздар, мән беріңіздер. Екі вау келді. Екі вау. Бәңілде де екі яй деген тұғын. И, бұл қатты қиындық туындырмайды. Мына вау да сәл қиындық тудыру мүмкін. Сол кезде мына еріннің ішіндегі дыбысты қысасыздар. У, в емес та. У, еріннің ішіндегі дыбыс қысылған кезде солай екеуі қосылып шығады. Ал, бисмилла, осы мәт тақырыбына қатысты. Мәт деген созылу, я, созылу деген сөз. Бірақ осы әлиф, вау, яй әріптеріне қатысы жоқ. Бұл әріптерді өшіре саламыз, әдейі өшіре саламыз, бірақ мәт деген тақырыпқа қатысты. Сол үшін мен сіздерге бір тақырыпты үйретемін. Өте маңызды. Дамир. Дамир деген хә әрпі. 28 әріптің ішіндегі хә әрпі, осы хә әрпінің созылуы. Осы 28 әріптің ішіндегі барлық әріптер өздігінен созылмайды. Тек қана осы хә әрпіні ғана өзінен өзі созылады. Өзінен өзі созылады. Мысалға, неде хәнің үстінде дамма тұр, қараңыз. Ләху, ләху. Мынадан кейін қараңыз, вау, бір іштеңе жоқ, ешқандай белгі жоқ. Осы хә әрпі өзімен өзін естелінеді, созылады. Ләху, луху, қау, луху. Бұл бірінші созылу үлгісі. Хә әрпінің бірінші созылу үлгісі. Қайтадан. Ләху, луху, қау, луху. Қараңыз енді. Хә әрпінің екінші созылу үлгісі. И болған кезде. Бихи, би'ил, михи, би'ил, михи, би'ил, михи. Өзінен өзін естелініп атыр, созылып атыр. Қуды, ра, тихи. Қудра, тихи. Қудра, тихи. Міне, бауырлар, уда, ида, хә әрпі өзінен өзін естелінеген созылады екен. Ал, бауырлар, екі жағдайда созылады екен. Хә әрпі екі жағдайда созылады. Бірақ, бұлның да өзінің бір ережесі бар. Үш жағдайда хә әрпі созылмайды екен. Қандай жағдайда? Біріншісі, хә әрпінің үстінде фатха қарекесі келсе созылмайды. Хә деп созылмайды. Мысал келтіріп бердім мына жерде. Хә әрпінің үстінде фатха келсе, хә деп созылмайды.
Демек х әрпі тек қана у мен ида ғана созылады екен. Екінші, х әрпінің алдыңғы әрпінде сукун болса созылмайды. Мысалға, мынеде х әрпі келді, алдыңғы әрпінде нунда не тұр? Сукун тұр. Демек ан ху деп не істелмейсіз? Созбайсыз. Ан ху деп созбайсыз. Ан ху созылмайды. Ху созылмайды. Енді үшінші жағдай созылмайтын жағдай, х әрпінің алды созылса. Х әрпінің алды созылса, өтір болады грамматический. Х әрпінің алды созылса, созылмайды. Мысал келтірейін. Мына жерде мысал келтірген кезде х әрпі кеп тұр ма? Кеп тұр. Касыра келді. Негізі хи болып созылу керек мына ереже бойынша. Бірақ созылмайды. Неге? Алды созылса дедік. Х әрпінің алды созылды. Фи деп не істелді? Созылды. Фи болмайды. Ал бауырлар, біз тақырыпты ху, хи созылатындығын және үш жағдайда созылмайтынын үйрендік. Енді осы дамирге қатысты тағы да х әрпіне қатысты тағы бір ереже сіздерге керекті бір мағлұмат айта кетейін. Өте керекті. Жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар. Лаху, бихи деп не үшін созылып жатыр? Бұның ішінде дамир деген сөз, жасырын деген сөз. Жасырын, яғни бір нәрсе жасырын. Худан кейін бір нәрсе жасырын бар. Худан кейін жасырын не бар екен? Вау бар екен. Жасырын, вау бар. Мына хидан кейін жасырын, и бар, я бар яғни. Яғни осы жерде вау мен и түсіп қалады. Грамматически түсіп қалады. Сүзетте осы жерде вауды білдірту үшін біз худы созамыз. Мына жерде яйдың бар екенін білдірту үшін хиді созамыз. Хуа деген араб тілінде ол деген сөз. Хия деген сөз араб тілінде ол да ол деген сөз. Мынау ер адамға айтылады, мынау әйел адамға айтылады. Міне көрдіңіз ба? Енді әйел тегінде, мынау ер тегінде қолданылады, мынау әйел тегінде қолданылады. Хуа, хия. Осы жерде мынау созылған кезде бұл жерде жасырын ваудың бар екенін білдірту үшін ху деп созылады. Нерде жасырын яның бар екенін білдірту үшін созылады, хи деп созылады. Демек біз мәт деген созуда әлиф, вау, яй деген нәрсе бар еді ғой. Демек бұл жерде де вау, яй бар екен. Енді х әрпі не үшін созылмайды? Арабтың тілінде х бір ер адамды ер тегін білдіретін ондай сөз жоқ болғандығы себепті ол созылмайды. Мынау осындай сөз грамматикада барған. Не үшін берді созылы деген сөзде? Бұл грамматический ішіне кіретін болсақ, сөйлем аяқталады берді. Лаху дегеннен кейін не алады? Сөйлем аяқталды деп есептеледі да, ваудың қарекесі түсіп қалады. Яйдың қарекесі түсіп қалады. Сөйтті вауда не болды? Яйда не болды? Қарекет жоқ болды. Енді қарекет жоқ болғандығы себепті ху мен хи созылады. Міне көрдіңіз ба? Сөйтті вау мен яйды жазбай-ақ қоя салады. Ал, бисмилла, бауырлар, көпшілік мәт тақырыбын қолдан келгенше қозғадық деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, иншалла жеке ұстазға шығыңыздар, маған қолдан келгенше түсіндірем. Қайталау керек болса, қайталаймыз. Енді қазір біздің оқиын деп отқан тапсырмамыз оқып жаттығу. Мына дәрістен бірінші жаттығу жасаймыз, Алла қаласа. Одан кейін мынадан жаттығу жасаймыз. Ал, жаттығу жасаймыз. Мен сіздерге көп жаттығу жасатып жатырмын. Себебі Құранға түсулеріңізге осы жаттығу көп көмектеседі. Осы жаттығуға көп көңіл бөліңіздер. Жауапкершілікпен қараңыздар. Кемі 30 рет, ең көбі 100 рет қайталаңыздар. Қазір Аллаға шүкір үйде жатырмыз, көпшілігіміз, Аллаға шүкір, алхамдулилlah. Енді осы үйде бос уақытты жоғалтып алмай, осыны көбірек қайталаңыздар. Кеттік енді. Бисмилля, басталды. Я, яғни біздің мәт тақырыбына қатысты жаттығу. Я, яны созуға көмек беріп атқан не? Әлиф. Әлифте қареке жоқ. Я, мә, изә, қала, қала. Буынға бөлесіз. Қала, зәдә, әрада, әрада. Мә, дә, мә. Мә мен дәні де екеуін бірдей созу керексіз. Біреуі ұзын, біреуі қысқа созылып қалмау керек.
Madama. Kitabu. Alamu. Созу керек болған жерді буынға бір бөліп алыңыз да, қалған созылмайтын жерлерді бір бөліп оқисыз. Аламу. Ибади. Садиқи. Диқи. Садиқи. Субхана. Қараңыз, суб не болды? Қалқалы. Субхана. Субхана. Кетті. Алайна. Міне көрдіңіздер ме? Буынға бөлу. Сукунда, осы мәтте де буынға бөлуге көмек береді екен. Алайна. Буынға бөле бересіз. Ихдина. Ихдина. Абсара. Абсара. Бima unzila. Bima unzila. Bima unzila. Wama hum. Maliki. Fi. Zi. Akhi. Dini. Dini. Rahimu. Azim. Sakhaw. Azimu. Azimu. Khifata. Khalifata. Осы жерде ха әрпінің үстінде екінші көріп тұрсыздар, дұрыс па? Алдағы уақытта негізі бұны түсіндіремін, иншалла. Қазір тақтаға жазып, егжей-тегжейлі түсіндіретін боламын. Осы ханың үстінде екінші көріп тұрсыздар, дұрыс па? Ол ханың үстінде нүкте келді ма? Ол т болып оқылады. Т. Khifata. Khalifata. Khalifata. Alamina. Alamina. Sadiqina. Sadiqina. Ababila. Iblisa. Miskina. Imanu. Imanu. Sami'u. Yatima. Basiru. Qadiru. Dhu. Hu. A'udhu. A'udhu. Saqavda saqavul керек. Rasulu. Yaqumuna. Tadkhuluna. Tadkhuluna. Tashkuruna. Tashkuruna. Ta'buduna. Khasiruna. Zalimuna. Zalimuna. Binurihim. Binurihim. Sudurihim. Ya'lamuna. Yaj'aluna. Abiduna. Takfuruna. Takfuruna. Yaquluna. Min dunihim. Al bismillah, жаттығу тағы да. Кайфа, кафан, зифру, ифтакара, каффара, фулфул, зақо, иқтараба, қум, кадар, қадар, фалак, фалақо, фарку, фарқу, раш, бишру, шахру, машриқо, муштахир, башшир. Неге жылдам оқыдым? Енді сіздерге көмек ретінде өздеріңіз жайлап, жазып алып, қайталап оқып аласыздар. Сіздерге сенемін. Ал, бисмилла, жаттығуды жалғастырамыз. Мен тек қана оқып кете берем, өздеріңіз менімен қосылып қайталап отырыңыздар. Бисмилла. Ашадди, адуван. Мына парақты алдарыңызға шығарып алыңыздар. Адуван, валийин, тасурру, валикулли, лал хаққу. يبين ينزل
يبدل مبشرا يتذكر يتعدى عزير منذر يعزب فيخرج يدخلكم لعلكم فربكم مستهم يعمر يكذب يخفف تطوع محرم مسخر مصدقا منتصر أعجمي اتبعت يتربصن جنتين اتخذتم استكبرتم كذبتم ما يضرهم تعجل تتفكر أي أن يطوف من يتعدى يخلقكم كذكركم مشربهم يجرمنكم تستكثر لنتخذن وليتلطف ويلقون. Bismillah. Көпшілік бауырлар, бүгінгі Алла қаласа, 7-ші сабағымызда көптеген мағлұматтар және көптеген жаттығулар жасадық. Арасында түсінбей қалған жерлеріңіз болса, ұстазға жеке маған шығыңыздар, қолымнан келгенше жауап беремін Алла қаласа. Енді үй тапсырмасы жауапкершілікпен қараңыздар. Бірінші тапсырма мәд тақырыбын, мәд әріптерін жаттау және оқу, қайталау, қандай әріптерден тұрады және қай кезде созылады, соның бәрін қайталау. Екінші тапсырма оқып жаттығу. Біз қанша жаттығулар жасадық? 2 жаттығулар жасадық. Арасында тағы 3-ші жаттығуды да оқып жаттығулардың барлығын кемі 30 рет, ең ұзағы 100 рет дайындалу. Осыған уақыт табу керек. Тапсырма. 3-ші дамирді жаттау. Хә әрпін жаттау керек. Қандай, қай кезде созылады, неге созылады, созылатын, созылмайтын жерлерінің кездерін барлығын ажыратып дайындалу. Және қай кезде созылмайтын 3 жағдайын бәрін жаттау. Және не үшін созылатын ережесінде еске түсіріп қайталау. Үй тапсырмасы осы. Мынау берілген парақшаларды алдарыңызға шығартып дайындалыңыздар. Иншалла. Жақсы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.